Баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте керемет болып шығатын мясный пирог жасайтын боламыз. Ең алдымен жұмыртқамызды осылай жарып аламыз және де қаймағымызды саламыз. Кішкене араластырып жіберіп, үстінен айранымызды салатын боламыз. Айранды салу қажет емес, қаймақпен де жасай беруге болады. Осылай венчикпен араластырып аламыз. Келесі кезекте бөлме температурасында тұрған сармайымызды салып аламыз. Сармайымызды араластырып алып, жақсылап араластырып, үстінен разъехтелімізді салып аламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Және де араластырып, үстінен еленген ұнымызды саламыз. Ұнды қажетті мөлшерде салып, қолымыздың көмегімен жақсылап иілеп алатын боламыз. Бізде жұмсақ болып өте керемет қамыр шығады, қолға кішкене жабысатын болады. Және де оны холодильникке 5-10 минутқа қойып қоямыз. Сол арада начинкасын дайындайтын боламыз. Начинкасына ет, картоп және де пияз қажет. Пиязымызды жақсылап майдалап турап аламыз. Келесі кезекте картопымызды да осылай майдалап турап аламыз. Начинкасын өз қалауларыңыз бойынша жасауға болады. Арасына асқабақ, капуста қоссаңыздар да өте керемет болып шығады. Осылай картошкамыздың барлығын жақсылап турап алғаннан кейін үстіне дәмдеуіштерімізді қосамыз. 2 чайный ложка тұз және де зіра, қара бұрыш, 2 қасық сұйық майды қосып, жақсылап араластырамыз. Осылай барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін қамырымызды дайындайтын боламыз. Қамырымызды холодильниктен алып, кішкене ұн сеуіп, 2 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін үлкендеу, келесі бөлігін кішкене етіп аламыз. Өйткені біз кішкентай бөлігін бетіне қолданамыз. Осылай жақсылап дөңгелек етіп аламыз. Және де астыңғы бөлігін жайып аламыз. Қалың емес, қатты жұқа емес, орташа етіп жаятын боламыз. Оқтаудың көмегімен жақсылап жайып аламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, комментария қалдырып кетіңіздер. Осылай көріп тұрғандарыңыздай дөңгелек болып шығады. Және де оны табамызға жайғастырып, үстіне начинкасын саламыз. Жақсылап жайғастырамыз. Дәмі деген өте керемет, жұмсақ болып шығады. Осылай салып боламыз. Келесі кезекте келесі қамырымызды жайып аламыз. Оны да дөңгелек етіп жаямыз. Енді осыны бетіне қоятын боламыз. Осылай төсеп, шетін өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Барлық шетін осылай біріктіріп шығамыз. Және де ортасын кішкене тесеп қоямыз. Үстінен жұмыртқа жағатын боламыз. Қызарып әдемі пісу үшін. Осы уақытта пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Біздің мясной пирогымыз
дайын болып шықты. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте керемет болып көтерілді. Рецепт ұнаса, сіздер де жасап көріңіздер. Достар, менімен бірге видеоның соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Видеом ұнаса, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар.